бұл жарық дүниеге жылап келіп, жылап кетіп жататын адамзат баласы өмірдің өткінші екенін өзгеге паш етуді мәңгі бақи армандап өткен екен. Сондықтан болса керек, Абайдың сөзі бар: адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар, бірақ ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан, шырақ. Бұл дүниеге келу мен бұл дүниеден өту адам баласының пешенесіне жазылған ақиқат. Мәселе жаратушы иеміз сыйлаған аз ба, көп пе ғұмырды қалай өткергенімізде. Ақын Мұқағали Мақатаев та бір өлеңде уақытты тоқтататын шаман бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандарда менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға бұл дүниеде баршамыз жолаушымыз. Жаратқанның бұйыртқан күні келіп, маңдайға жазылған уақыт жеткенде мәңгілік сапарға аттанамыз. Өмір атты даңғыл жолмен жүріп өткен әрбір адамның артында қалған ізі кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге, бой түзер айнасы болып қалары сөзсіз. Өлі разы болмай, тірі байымасы деп, бүгінгі қосып жатқан аруақтар жайында көпшілікке мәлімет беріп, ізін жалғап келе жатқан ұрпаққа тағдыр жолына шолу жасап, жақсы аттарын жаңғыртуды басты мақсат тұттық. Әкеміз Сәрсенов Төребай 1925 жылы 21 наурызда Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасының Бұхара облысы Тамды ауданында Аяққұдық селолық кеңесінде әкесі Оралбаев Сарсен мен анасы Базарова Палзаданың шаңырағында тұңғышы болып дүние есігін ашқан. Ізінен Сансызбай, Самарқан, Ташкенбай, Кізбек атты бауырлары ерген. Руы Андағүл Балқы, Шүмегей, Кіші Жуз, балалық шағы Тамды ауданында өткен. Әкеміздің бағыты дұрыс болып, 1935 жылдан 1944 жылдары бір Ленин атындағы орта мектепте білім алып 9 сыныпты аяқтаған. Еңбек жолы 1944 жылғы 7 шілдеден 23 қарашаға дейін Тамдын ауданындағы 2 фермада бухгалтердің көмекшісі болып жұмыс істеген. 1944 жылғы 23 қарашадан 1951 жылғы 24 қарашаға дейін Германия Симферополь қаласында кеңес армиясы қатарында қызмет етіп, ауыр танктермен өздігінен жүретін артиллерия бөлімінің старшинасы әскери міндетін атқарған. Елге оралып 1952 жылы мәңгілік жары Тұңғышбай қызы Ізімкүлмен отау көтеріп 9 баланың ата-анасы атанады. Соғыстан кейін Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасы Ташкент қаласында қаржы техникумында білім алып, мемлекеттік сақтандыру мамандығын меңгеріп шығады. Орыс, өзбек және қазақ тілдерін еркін меңгерген. Еңбек жолы 1952 жылдың 1 қыркүйегінен 1959 жылдың 21 сәуіріне дейін Тамдын ауданында жалпы бөлім меңгерушісі және бухгалтер тағайындалған. 1959 жылдың 21 сәуірінен 1960 жылдың 27 маусымына дейін Тамдын аудандық атқару комитетінің уақытша жауапты хатшысы болған. 1960 жылдың 15 қазаннан 1961 жылдың 1 наурызына дейін инвентаризациялық бухгалтер адал қызмет еткен. 1961 жылдың 24 мамырынан 1965 жылдың 1 ақпанына дейін Мешколхоздық кеңесте ауыл артельдері мүшелеріне зейнетақы төлеу жөніндегі аға бухгалтер тағайындалған. 1965 жылдың 11 ақпанынан бастап Тамдын аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінде мемлекеттік зейнетақы бойынша аға инспектор. Қазан социалистік революциясына дейін кедей шаруа, ал революциядан кейін жұмысшы болған. Қоғамдық өмірі Кеңес одағының коммунистік партиясының мүшесі, кәсіподақ мүшесі болған. Партиялық және әкімшілік жазаға тартылмаған. Еңбегімен әскери қызметі үшін 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін медалі, Кеңес армиясы мен флотының 30 жылдығы медалі, Германияны жеңгеніне 20 жыл мерекелік медальмен марапатталған. Сондай-ақ Бұхара облыстық партия комитеті мен облыстық атқару комитетінің құрмет грамотасымен марапатталған.
Әкеміз отбасына, бауырларына өте мейірімді, жанашыр жан еді. Әрдайым туған туыстың амандығын ойлап, қолдан келген көмегін аямайтын. Мінезі байсалды, сабырлы, қандай жағдай болса да асықпай, ақылмен шешім қабылдай білетін адам болды. Ісіне тиянақты, жауапкершілігі жоғары, тазалықты сүйетін, оқыпты кісі еді. Әр бастаған ісін соңына дейін жеткізіп, адал еңбекті өмірлік ұстаным етті. Жан жары анамызды ерекше құрметтеп, сыйлап өтті. Отбасының берекесін сақтап, балаларын жақсы оқу орындарына түсіруге бар күш-жігерін салды. Ұрпағының білімді, тәрбиелі болып өсуін басты мақсат санады. Оның адамгершілігі, сабырлылығы мен қамқорлығы біз үшін әрдайым үлгі болып қала береді. Әжеміз Тұңғышбай қызы Ізімкүл 1935 жылы 15 қараша айында Өзбек Кеңестік Республикасында Бұхара облысы Тамды ауданында Тұңғышбай мен Күләштің отбасында дүниеге келген. Руы Отарбай, Балқы бауырлары Абырай, Ақыл, Феруза, Ауа отбасының кіші қызы болған. 1943 жылдан 1952 жылдары Тамды ауданында Ленин атындағы орта мектепте білім алған. 1952 жылы мәңгілік жары Сәрсенов Төребайға тұрмысқа шығып атамызға адал жар болып, 9 құрсақ көтеріп көп балалы ана атанды. Балалары Төлеш Ақбөпе қыз болған. Ира, Сакен, Баян, Шарбану, Есіл, Айгүл атты балаларды дүниеге әкеліп бала тәрбиесімен айналысқан. Атамыздың бойында нағашы атасынан мұра болып қалған ақындық қасиеті де болды. Шабыт келген сәттерде атамыз көп өлең жазып, өз ойы мен сезімін қағаз бетіне түсіретін. Оның жырлары өмірдің мәнін, адамгершілікті, туған жерге деген сүйіспеншілікті терең жеткізетін. Атамыздың ақындығы оның жүрегінің кеңдігін, ойының тереңдігін көрсететін ерекше қасиеті еді. Атамыз Совет армия қатарына қосылған жылы кіші інісі Сансызбай 2 жаста болған. Сансызбайды қатты қимай көп уайымдаған көрінеді. Байжаханов Сансызбай 7 шілдеде 1940 жылы Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасының Бұхара облысы Тамды ауданында Аяққұдық селолық кеңесінде дүниеге келген. Мінезі өте тұйық, салмақты болған жан жары Сапаргүл әжемізден Айымгүл, Қуаныш атты 2 қыз ерген. Қарындасынан да ұрпақ өріп, бүгінде үлкен әулетке айналып, өсіп-өніп келеді. Сәрсенов Төлеш Төребайұлы 1953 жылы 11 маусымда Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасының Бұхара облысы Тамды ауданында әкесі Сәрсенов Төребай мен анасы Тұңғышбаева Ізімкүлдің шаңырағында дүниеге келген. Руы Андағұл Балқы Шүмекей кіші жүз тарихы терең білімді әулет әкеміздің жолына дұрыс бағыт берген болатын. 1960-1968 жылдары Гагарин атындағы нөмір 8 мектеп интернатында білім алып, 1968-1970 жылдары аралығында Тамды ауданы Ленин атындағы орта мектепті үздік оқып бітірген. Бала күннен тым зерек оқуға берік еді. Әкесінен жеткен ақындығын дамытып көп мақалалар, әзіл-шумақтар жазған. 1972-1977 жылдары Самарқанд облысы Көбешев атындағы ауыл шаруашылық институтында ветеринария мамандығын тамамдайды. 1977 жылы 8 тамызда Тамды пунктінің госпио мекемесіне мал дәрігері болып тағайындалған. 1977 жылы 11 қараша айында азаматтық борышын өтемекке Совет армиясының қатарына шақырылады. 1978 жылдың 11 қарашасында Тамды ауданында мал дәрігері қызметіне тағайындалды. Ал 1979 жылы ақпан айында өмірлік жары Көпжасарова Сиягүл Есберген қызымен отау көтеріп, Ағлас Гаухар Талғат атты 3 баланың ата-анасы атанады.
Анамыз Көпжасарова Сиягүл Есперген қызы 1955 жылы 4 мамыр айында Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасының Бұхара облысы Тамды ауданы Аяқ-Құдық ауылында Көпжасаров Есперген мен Баймаханова Зейнегүлдің көп балалы шаңырағында дүниеге келген. Ағасы Орынбай, апалары Жұмагүл, Зиба, Базар, Ұлша ажардан кейін дүние есігін ашқан Сиягүл анамыздың соңынан інісі Құдайгерген, сіңілісі Айша ереді. Руы Отарбай Балқы, кіші жүз балалық шағы Аяқ-Құдық ауылында өтеді. 1968-1972 жылдар аралығында Өзбек Кеңестік Социалистік Республикасының Бұхара облысы Тамды ауданының нөмір 3 Максим Горький атындағы мектепте білім алған. Зеректігімен көзге түсіп, қатарластарының алды болды. Орыс, өзбек, қазақ тілдерін еркін таныған. Бала кезінен өнерге деген қызығушылық байқалады. Түрлі ән додаларда оза шауып жүлделі орындарда иеленген. 1974-1977 жылдар аралығында Самарқанд облысында қаржы техникумында білім алып, мемлекеттік сақтандыру мамандығын меңгеріп шығады. 1977 жылдары Тамды ауданында Ақтау ансамблінің белді әншісі атағына ие болып, гастрольдік сапармен ел-жерді аралап, Алла берген өнерін қалың жұртшылыққа паш етіп жүрген талант еді. Әкеміз 1974 жылы шекара асып Ленинград қаласында ветеринария институтына оқуға түсіп, химико-токсикология мамандығын меңгеріп шығады. 1981 жылы Тамды ауданында эпизотология отрядының бас маманы болып тағайындалады. Мал шаруашылық саласында 2000 жылдарға дейін адал қызмет атқарған. Бұдан кейін Тамды ауданында мал шаруашылығы саласының корреспонденті болып та қызмет атқарған. Әкеміздің қаламынан туған жазбалары өшпес із болып сақталған еді. Анамыз болса 1979-2000 жылдар аралығында 20 жылдан астам уақыт райсовет, горсовет, биржа труда мекемелерінде бухгалтер, гуманист маман болып қызмет жасаған. Көркем мінезді анамызға Алла пейілді де аямай берген. Жарқын жүзінен мейірімге толы күлкі айырылмайтын, өте бауырмал, ағайын мен дос жаранмен ауыз біршілікте тату, тәтті өмір сүрген. Бір туған ағайындарына, жақын жандарына көңілі де ықыласы да ерекше еді. Амал, нешін ажал айтып келмейді. Анамыз Сиягүл 2001 жылы 30 қаңтарда не бәрі 45 жасында аяқ асты дерттен көз жұмды. Тамды ауданында қайын жұрты Тұңғышбаева, Ізімгүл атасы Сәрсенов Түребайдың қасына жерленген. Адал жарынан көз жұмған әкеміз Төлеш сол жылы бір өзіне қарап қалған 3 баласын алып атамекен Қазақстанға жер аударады. Аман-есен елге оралып Қарағанды облысына орнығады. Жастайынан құр алақан болмаған әкеміз қаламнан туған туындыларын Жас Алаш, Орталық Қазақстан, Казахстанская правда, Жас Қазақ газеттерінде жариялап бастайды. Соның ішінде елге оралған қандастардың қамына көңіл көп бөліп, олардың жағдайларының жоқтығын, қинала жүргендерін уайымдап жазып беріпті. Бұл әкеміздің тектілігі, халқына деген жанашырлығы, нағыз азаматтығы деп білеміз. Әкеміз өте қарапайым, бауыры үшін шын жүрегі елжіреп тұратын кеңпейіл жан еді. Ішкі дүниесі асқар таудай биік болғандықтан сірә бойында тәкаппарлық дегеннің қылаудай белгісі болмайтын. Қайда жүрсе де бір туған іні қарындастарын іздеп үнемі байланыста болуға тырысатын. Алланың берген 3 баласына аямай қамқорлығын, мейірімін төгіп ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып 5 немере сүйеді. Ешкімде, ештеңеде мәңгілік емес қой. Әкеміз Төлеште 2016 жылы 6 қыркүйекте 63 жасында дүниеден қайтып Қарағанды облысы Старая Тихоновка өңірінде жерленді. Төребаева Әсел Есілқызы 2000 жылы мамырдың 2 күні Қарағанды облысы Презерск қаласында әкесі Сәрсенов, есіл анасы Суралиева Гүлнәрдің отбасында дүниеге келген. Руы Андағұл Балқы кіші, жүз бауырлары Әсем, ізінен інісі Әділ ерген.
2006-дан 2015 жыл аралығында Приозерск қаласында орта мектепте білім алып, 2016-дан 2017 жылдарда Балқаш қаласында медицина маманы оқуында оқып жүріп, сіңіліміз 17 жасында Алланың жолына аттанған. Жерленген жері Приозерск қаласы. Сіңіліміздің мінезі көркем, өте салмақты болатын жас қыршын сіңіліміз мәңгілік есте қалмақ. Бүгін біз әкеміз Сәрсенов Төребай мен анамыз Тұңғышбаева Ізімгүлге арнап құран бағыштап жиналып отырмыз. Өздері және олардан тараған ұл, келін, немерелерін еске алуды жөн көрдік. Егер әкеміз Сәрсенов Төребай арамызда болса, биыл 100 жасқа толар еді. Ал асыл анамыз Тұңғышбаева Ізімгүл 90 жасын тойлар еді. Өкінішке орай, әкеміздің бақиға аттанғанына 46 жыл, анамыздың бұл дүниеден өткеніне 34 жыл болды. Сондай-ақ тұңғыш ұрпағы Төлеш Төребайұлының арамыздан кеткеніне 10 жыл, келіні Көпжасарова Сиягүлдің кеткеніне 26 жыл, немересі Әселдің кеткеніне 9 жылдан асты. Асыл әкеміз Төребай мен аяулы анамыз Ізімгүлдің артында Аллаға шүкір өнегелі ұрпағы, бала шағасы, немере шөберелері бар. Бұл олардың өмірінің бос өтпегенінің, артына із қалдырғанының бір көрінісі. Немерелері Ақлас, Гаухар, Талғат, Айнұр, Құндыз, Ғани, Арай, Абай, Гүлайым, Артур, Альбира, Серік, Еркебұлан, Нұркен, Ақмарал, Азат, Ләззат, Лариса, Әсем, Әділ, Рахымжан шөберелері Қарақат, Қалдар, Назар, Кәусар, Қайсар, Еламан, Інжу, Маржан, Әмір, Самира, Сара, Зере, Сая, Алуа, Айдана, Айниса, Арнур, Айғаным, Ахан Сері, Әлнұр, Абылайхан, Раяна, Аян, Назел, Аранамир, Арислам, Дия, Сұңқар, Сафия, Алая, Аида, Амина, Нура, Жаннур, Дарын, Айша, Ақкербез, Аяру, Арсен, Алан, Айлин, Амира. Біз үшін ата Асқар тау, ана бұлақ, бауыр жағасындағы құрақ. Олар барда жайқалған бәйтеректе едік. Кеткен соң тамыры тереңде жатқан шынардай алыстан сыйынып, сағына еске аламыз. Бәріміз бір сәт жүрегімізбен ойға шомылып уа. Раббым, марқұм ата-анамыздың, бауырымыздың қабірін нұрға толтыр, күнәларын кешір, жәннаттың ең көркем мекенін нәсіп ет деп дұға қылайық. Лығымсың расында, ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың, жаныма жігер беріп нұры сыйладың, жанашыр ана жан. Ана жалғыз ғана, жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана, маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балам. Жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана, маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балам.